Сәлеметсіздер ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи ресурс түрлері. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу. Мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру. Бағалау критерийлері: мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстырады. Әртүрлі жанрда мәтіндер құрастырады. Балалар, мына суреттен нені байқауға болады? Әрине, қазағымыздың байлығы мұнай. Бұл суретте мұнай өндіретін құрылғы суреттелген. Қазақстанның байлығы табиғи ресурстарында. Ата-бабамыздан аманат болған ұлан байтақ жеріміз кеңге бай. Оның ішінде мұнай, мыс, марганец, уран, көмір, тағы басқа көптеген Менделеев таблицасындағы элементтердің бәрі біздің жерімізде кездеседі. Демек, табиғи ресурстарымызды сақтап, қорын азайтпау біздің міндетіміз. Ол үшін табиғат байлығына ғана арқа тұтпай, әлемдік өркениетке ілесуіміз керек. Табиғи ресурстар біздің жеріміздің қазынасы. Сонымен қатар, табиғат ресурстары екі түрге бөлінеді: сарқылатын ресурстар және сарқылмайтын ресурстар. Сарқылатын ресурстарға қалпына келмейтін пайдалы қазбалар, мысалы көмір, мұнай, газ және тағы басқалары жатады. Қалпына келетін ресурстарға су, топырақ, өсімдіктер және жануарлар жатады. Сарқылмайтын ресурстарға ғарыштық күн сәулесі, су, жел энергиясы, ауа массалары жатады. Енді, құрметті балалар, мына бейне материалға назар аударайық. Біз ең ғажайып және ерекше әлемде өмір сүрудеміз. Жер ғарыш кеңістігіндегі бізге белгілі тіршілік көзі бар жалғыз ғаламшар. Оның биосферасы өз тұрғындарын өмір сүруге қажетті игіліктермен қамтамасыз етіп келеді. Жер бетінде жануарлардың 1.500.000-нан астам түрі бар. Осындай баға жетпес қазынаға қолы жеткен эволюциялық тіршілік иелерінің ішіндегі ең ақылдысы болып табылатын адамзат баласы өз мекенін қаншалықты қадірлейді. Ғасырлар бойы адамдар өз қажеттіліктерін өтеу жолында табиғатқа немқұрайлы қарап, орны толмас зиян тигізіп жатқанын сезінгенде, жердің табиғи ресурстары — жер, су, ауа, ормандар мен минералдар біздің планетамыздың негізі болып табылады. Адам осы планетада өз қажетінен де артылатын артық ресурсты пайдаланушы жаратылыс иесі. Табиғатқа деген ашкөз, жауапкершіліксіз көзқарас орны толмас экологиялық зардаптарға соқтырады. Мәселен, адам үшін аса маңызды тұщы суды алып қарайық. Өнеркәсіптік мақсаттар үшін суды шамадан тыс тұтыну мен әр адамның жауапсыз көзқарасы апатты жағдайларға соқтыруы мүмкін. Соңғы 40 жыл ішінде жердегі тұщы су қорының көлемі әр адам басына шаққанда 60%-ға кемген. Алдағы 25 жылда бұл көлем 2 есеге азаюы мүмкін. Егер осы жылдар аралығында осы қалыпта кете берсек, 2100 жылға қарай жер бетінде таза тұщы судың бір тамшысы да қалмайды. Аталған жағдайдың ушығуын электроэнергия беретін пайдалы қазбалардың азаюымен, ауаның ластанып, ормандағы ағаштардың жаппай кесілуі, өсімдіктер мен жануарлардың кей түрінің тұтас жойылуынан байқауға болады. Біздің бірінші кезектегі міндетіміз экология мәселесіне жанашырлық танытатын саналы қоғамды қалыптастыру. Әрбір адамның табиғатпен, оның ресурстарын қолдануға саналы түрде жауапкершілікпен қарауы, оны сақтаумен қатар тарихи қалыптасуға да әсер етуі мүмкін. Күнделікті тіршілік
кезекте бірнеше қарапайым ережелерді басшылыққа алу және өз жақындарыңызды да осы бағытқа салу арқылы жер планетасын сақтап қалуға аз да болса маңызды үлес қоса аласыз. Электр қуатын үнемдеңіз. Суды қорғауға тырысыңыз. Қоршаған ортаны ластамаңыз. Қоқыс қалдықтарды қайта өңдеуге тапсырыңыз. Сауданы ақылмен жасаңыз. Қаланы көгалдандыруға атсалысыңыз. Жердің ресурстарының арқасында бізде өмір сүруге қолайлы орта бар. Ол бізге үй, азық-түлік сыйлап, мәдени жетілу мен өркендеуге мүмкіндік береді. Біздің өткеніміз бен бүгінімізді қалыптастырды. Ал біз өзімізден кейінгі ұрпақтың болашағын қамтамасыз ете аламыз ба? Осыған жер бетіндегі ең саналы жаратылыс иесінің ақылы жетеді. Ол біздің әрбірімізге байланысты. Бірінші тапсырма. Ой қозғау әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Тыңдалым мәтінінде не туралы айтылып тұр? Екінші сұрақ. Табиғат сөзінің анықтамасына өзің қандай ой қосар едің? Үшінші сұрақ. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас не үшін мәңгілік? Төртінші сұрақ. Мәтіннің өзектілігі неде? Бесінші соңғы сұрақ. Бүгінгі күн тұрғысынан алғанда адамзатқа алаңдайтын не бар? Олай болса, екінші тапсырма. Еркін жазу әдісі арқылы берілген мақалды негізге ала отырып, қазақтың табиғатқа қатысты дүниетанымы туралы пікір жазамыз. Бұл жерде 4 мақал берілген, сол мақалды негізге алып, пікір жазуды бастаймыз. Бірінші, жер ел ырысы. Екінші, сулы жер құрақсыз болмас, таулы жер бұлақсыз болмас. Үшінші, бұлақты болса көл семіреді, қордалы болса жер семіреді. Төртінші, бір тал кессең, 10 тал ек. Үшінші тапсырма. Суреттер сөйлейді әдісі арқылы табиғи байлығымыздың болашағына баға беріп, бүгінгі мәселелермен байланыстыра отырып, сыни мақала жазамыз. Сабағымызды қорытындылай келе, балалар бүгінгі сабақта не түсіндіңдер? Қаншалықты түсінікті болды? Қаншалықты түсініксіз болды? Бағалау терезесі арқылы анықтаймыз. Үйге тапсырма беру. Табиғат тіршілік көзі тақырыбында ғылыми көпшілік стильде эссе жазу. Құрметті оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.